Solğança gülüm közde tonup ana deben salam Yüreğin meyle yüzge tolup Böbekpin men sağa Ana, ana, ana Мәңгү sen gana Abzal ana, ana Көңілің кең дала Дарасың sen маған Данасың sen маған Мақтанатын мархабатым, махаббатым Ардақтайды есіміңді Ел ана деп адам Жер ана деп адам Тербет мәңгі бесігіңді Ана жанам саған Арнады мән саған Қарыз бөзәжім ақ шашыңа Көзіңнің жасына Өзіңсің бақыт бақшасы да Өмірдің басы да Ана, ана, ана Мәңгі дос сен ғана Абзал ана, ана Көңілің кең дала Дарасың сен маған Данасың сен маған Мақтанатын мархаббатым, махаббатым Ардақтайды есіміңді Ел ана деп адам Жер ана деп адам Тербет мәңгі бесігіңді Ана жанам саған Арнады мән саған Как вы думаете, она сейчас больше скучает по вашим звонкам или наслаждается тем, что в холодильнике наконец-то лежит ее шоколадка, которую никто не съел? Мне кажется, второй. Скорее всего. Шоколад? Она всегда говорит, что первый, да. Она говорит, что скучает, но на самом деле второй. Ага, да. Второй вариант. Какое самое главное правило жизни Жанар, мама ваша, передала вам качество по наследству? Ну, какие качества хорошие дала вам мамаша? Красоту, в первую очередь. Ум. Стабильность. Молодец. Саламатсыз ба? Қалай ойлайсыз, менің мамам 50 жаста қызға ұқсай ма? Жоқ, әлі жап жас екен маман деді. Кемпір. Тұр, прикол. 25-тегі ұқсайды. О, все, онда соңға жіберу керек, чтобы обратно документы изменили, да? 25-ке жазып. Қалай ойлайсыз, менің мамам 50 жаста Ой, қызға мамам ұқсай ма? 18 жаста. 18 жаста қызға ұқсайды. И все, что ли? Тағы да бірден қоспайсыз. Қосыңыз тағы да. Өмірде көрген керемет, үй тамаша, жақсы ана, үй жақсы абысын деп ойлаймын. Өмірде бар жақсы деймін. Սրտանց քո տան բանալին մեկ-մեկ Քիչ-քիչ Սիրտս լսվի քո սրտին մի քիչ Հատ-հատ Ծաղիկներն եմ ես հավաքել հատ-հատ
արցունքներով սերս ջերել կատ-կատ Մեկ-մեկ լասեմ, կարոտաս արնեմ, լայեմ աչքերիդ ու ոչինչ չասեմ, գոնե մեկ-մեկ Մեկ-մեկ կանգնեմ, պատուհան լայեմ ու փակնված սիրուն դեմքդ տեսնեմ, գոնե մեկ-մեկ Չաված հայացքից, հոր բարգացածքից, վունուր կվարսերից, թող նայեմ գոնե մեկ-մեկ Հերվից նայեմ, կարոտս արնեմ, թույլ տուր գոնե տեսնեմ, ես քեզ գոնե մեկ-մեկ Արինձ անտես միրարա մեկ-մեկ Քիչ-քիչ Սիրտս լսվի քո սրտին մի քիչ Հատ-հատ Սիրտս բաժանեմ քո արածին Հատ-հատ Արցունքներս Թող խոսեն կամաց մի կա Ու կկամ մարակ եփե ասես աչքերիդ Կարոտացու անգեղծ հայս քով ինձ կարոտում եմ քեզ Неге алаңмын, артыма неге қарадым Қай жерге жетіп тоқтармын, елуден асып барамын Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын жанарым, от болып кейде жанамын Дебелім қозып бейуақта, тұлпарға қамшы саламын Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын Бассам шанағын, тербелген әндей боламын Жасымды неге санадың, елуден асып барамын Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын Қайырлы кеш, сіздер видео құттықтауларды көріп отырсыздар. Бұл видеоның мәні тойға келген қонақтардың тек қана бір сөзбен өз лебіздерін жеткізу. Маңызды шарт, сөздер қайталанбауы керек. Егер сөздер қайталанса, қонақтар дұрыс емес деген сигналды естиді. Содан кейін басқа сөзді айтуы керек болады. Той иесіне деген бір ауыз тілегіңіз, бір сөзбен. Не тілейсіз соны бір сөз керек бізге? Той құтты болсын, зауым құтты болсын. Бір ауыз сөз керек ал. Мен бақыт тілеймін. Не? Бақыт.
Ой, сен менің қалай білсем мен. Жанарға бар жақсылық тілеймін. Нет. 3 сөз болып қалды. Жақсылық. Молодец! Так держать! Бірақ ауыз сөз керек. Жанарға бақыт тілеймін. Где-то я это уже слышал. Бақытты айтып қойды. Армандар орындалсын. 2 сөз болды. Қаттырап айт. Біреу керек. Бірақ сөз. Ұзақ өмір тілеймін. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Жоқ. Ұзақ өмір шөу болып кетті уже. Иә. Біреу керек бізге. Бәрін айтып Бақытты болсын. бақыт болсын айтып қойды ғой. Дұрыс, өте дұрыс. Денсаулық. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Ауырма. Бақытты болсын. Бақытты болды. Тем более это 2 слова. Нет, другое. Соберись, соберись уже, хватит. Бақытты айтып кетті. Қуаныш. Лучше и не скажешь. Огласите весь список, пожалуйста. Бір ғана сөз. Бірақ ауыз сөз керек. Одно слово. Бірақ ауыз сөз. Да. Правильно мыслишь. Какой хитрый человек. С каждым разом все труднее, но начало. Наконец-то. Дождались. 1 слово. Сәттілік. Как она угадала? Байлық. Ну-ка, повтори еще разок. Байлық. Сәттілік. Сәттілік айтылды. Болды ма? Бақыт айтылды. Денсаулық айтылды, иә? Байлық. Болды. Айлық. Болды ма? Болды. Ты что, издеваешься, что ли? Не var енді? Идея айтыңыздар енді. Я обратился к потокам моего сознания и, четко сформулировав вопрос, начал ждать ответа. Шаттық. Қанағат. Естественно. Өмір жасы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ. Ана бақытын тілеймін. Прекрасный тост. Байлық. Остановитесь! Денсаулық. Болды. Айтылды. Енді қалды. Даю тебе 5 секунд. Ғұмырлы. Да, конечно, конечно. Сенімділік. И на том спасибо. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті тойшыл қауым, бүгін 31-ші қаңтар, яғни керемет зәулім ресторанда аяқ-қолда керемет дүбірлі той өтіп жатыр. Жанара ханымның 50 жастық мерейтойы. Осы керемет кешті тарих сіздерге қалдыратын ғана студиясы сіздермен бірге. Қабыл алмаңыздар, тамашалаңыздар. Той басталды ағайын, әсем әуен салайын, думандатып ортада көңіліңді табайын. Нағашы, нағашы, нағашыға қарашы, басқалардың бәрінен биік оның бағасы, басқалардың бәрінен биік оның бағасы. Той, той, тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, осы әнге тағы бір би билеңіз, қоймаңыз. Той, той, тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, осы әнге тағы бір би билеңіз, қоймаңыз. Құдалар, айтқаныңды құбалар, құрдасындай сырласып, бар сырыңды ұғалар. Құдаларым, құдалар, айтқаныңды құбалар,
сырласып, бар сырыңды ұғалар. Құрдасындай сырласып, бар сырыңды ұғалар. Той тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, осы әнге тағы бір би билеңіз, қоймаңыз. Той тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, осы әнге тағы бір би билеңіз, қоймаңыз. Жезелер, қиындықта тез келер, әпке жезі өзіңдей бола алмайды өзгелер. Нағыз достар қайдасын, көңілдерің жайнасын, ағайындар ортада асыр салып ойнасын, ағайындар ортада асыр салып ойнасын. Тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, осы әнге тағы бір би билеңіз, қоймаңыз. Тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, осы әнге тағы бір би билеңіз, қоймаңыз. Осы әнге тағы бір би билеңіз, қоймаңыз. Не деген шапалақ, не деген қошемет ағайын. Ерекше шапалақтарыңыз болса, қошеметтеріңіз болса. Барсыздар ма, Талдықорған? Бәрекелді, бүгін көңіл күйлеріңіз ерекше. Тойды сағынып қалғандарыңыз көрініп тұр. Оң қанат көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Сол қанат қалайсыздар? Көңіл күй настроение! Бәрекелді, сөздің басы бисмилля. Бисмилля сіз қылма дейді қазағым. Олай болса бисмилля деп бүгінгі дүркіреген дүбірлеген кешімізді ашық деп жариялаймын. Ассалаумағалейкум біздерден, уағалейкум әссәләм сіздерден болсын. Торғалы той құтты болсын ағайын. Бәрекелді, тойдың басында бір ерекше бір сіздерден біліп алғым келіп отыр. Бүгінгі тойды Жанар ханымды сыйлап келдіңіздер ме, әлде сынап келдіңіздер ме? Сыйлап келдік па? Ендеше екі қолымыз жоғары көтерейікші. 50 жасты қос 25 құтты болсын деп қос қолымызбен қол соғайықшы. Бәрекелді, құрметті ханымдар мен мырзалар, енді тойдың басына сіздерге мен кішігірім ғана өзімді таныстырып өтейін. Бүгінгі тойларыңызды басқаратын Бекен Римов атындағы Талдықорған драма театрының актері, кино актері, талай киноларда бой көрсетіп жүрген жайымыз бар. Жақында ғана шыққан Ұстаз деген кинода ойнағанбыз және Тор деген кинода басты кейіпкерді сомдаған. Көңілім құласа көл далам, кейде балқып, кейде шалқып шөл болам. Түсінер, мені біреу түсінбесте актер деген ел боламаған. Бәрекелді, кішігірім танысып алдық. Той барысында сіздермен де керемет таныса жатармыз. Олай болса, мойындарыңызды қаттырақ бер қартай бұрып, алақандарыңызды соғып, той иелерін отбасымен асабаның алаңына шақырайық. Гауһартас той ұйымдастыру орталығының таланттары бүгінгі той иелерін ортаға алып шығады ардақты ағайындар. Қолымызды көтерейік, қол соғып отырайық.
Al kadeki tüptürüp burnumuzdan, toy iyisin hürmetten karşı alayım. Батанды қабыл алып сахнаға шықтым ана Сапарда жүрген кезде мені алдап күттің ана Әрдайым уақыт бөліп шағып беріп көңіліме қарадым Я мама әр сөзін алтыннан бағалы бар міне Біз үшін жаныңды арнадың бәріне Сенің арқан ана жан, ана жан Ана, ана жалғыз ғана Жарығым бір сыйлаған Жамандыққа қимаған Ана, ана деген ғана Маңдайымды сипаған Жылы киіп жүр балам Жұмақтың кілті сенің табаныңның астында Дұғаның арқасында бақыт қонды басыма Мен үшін орны бөлек байлығымсың расында Ана жан Ешқашан қатарыңнан кем қылмадың Жаныма жігер беріп нұр сыйладың Жанашыр ана жан Ана, ана жалғыз ғана Жарығым бір сыйлаған Жамандыққа қимаған Ана деген ғана Маңдайымды сипаған Жылы киіп жүр балам Ана мәңгі жасасын, Жанара ханым жасасын деп бір қол соғайық. Ана, ана жалғыз ғана Жарығым бір сыйлаған Жамандыққа қимаған Ана деген ғана Маңдайымды сипаған Жылы киіп жүр балам Ана, ана жалғыз ғана Жарығым бір сыйлаған Жамандыққа қимаған Ана, ана деген ғана Маңдайымды сипаған Жылы киіп жүр балам Бәркелді, құрметті ханымдар мен мырзалар, міне аналары мәңгі жасасын. Анамызға тағы да бір қол соғып қойыңыздар. Жанара ханым жасасын. Туған күніңмен жүзге толсын өмір жасыңыз. Туған күніңмен анашым Маған бадардан шашыңыз Бүгін ерекше дара күн Құшағым толы ана гүл Ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Әлемге жарық беретін аналар жасасын деп қояйық. Міне сіздерді әдемілеп осып жарқыратып шығарған Гауһартас той ұйымдастыру орталығына бір алақан соғып қойыңыздар шағайындар. Қандай керемет емес пе? Туған күніңмен анашым жүзге толсын өмір жасыңыз. Бәрекелді, міне Жанара ханым бүгінгі енді қош 25-іңіз құтты болсын. Сіздерге деген сюрприз таусылмайды. Енді ардақты ағайындар қаттырақ бір алақан соқсаңыздар. 76-лар келе жатыр екен. 50 жылдықтың басын бастап отырған өзіңіз қалған 76-лардың баршасын ортаға шақырып алсақ дейміз. Ал, кластастар келе жатыр ғой. 76-лар! Келе жатыр.
жетпіс алтының осымен 4-ші той басқарып жатырмын 50 жылдық. Бәріңіз 76 билеріңізден ақ білінеді да, сол жылғы билер. Қол соғайықшы, міне 50-ге келіп жатыр ғой, бірақ 50 бермейміз. Жанара ханым бір қадам алдыға. Мен Жанара ханымға 50 бермеймін, ары кетсек 40. Ары кетсек 43. Дұрыс па, қол соғасыздар ма? Қалай, көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Тамаша бір қол соғыңыздар. Қандай керемет емес пе? Бүгінгі міне басқа тойдан өзгерек болады, оны тамашалайтын да көз керек, айтып жүретін де сөз керек болады, ардақты ағайындар. Олай болса міне бақытта, шаттықта, сіз есендікте, саулықта болыңыз. Міне 76-лар тұр, ағайын, туыс, дос-жаран тұр. Бүгінгі тойды есте қалатындай қылып өткізейік. Бүгінгі тойда келіс болайық. Ойнаймыз ба? Билейміз ба? Ішеміз ба? 76-лар жота. Ең басы бүгінгі тойды тарихи той қылып өткізейік, ардақты ағайындар. Естелікке бір 76-лар ол бір түсіп алыңыздар, сау кездеріңізде. Күшті кездеріңізде түсіп алыңыздар. Әдемі болып тұрып. Рахмет. Міне әулетіміздің үлкендері бар, ағайын туыс, достардан баршаларыңыз қош келдіңіздер. Құтты орындарыңызға жайғасып алсаңыздар, мархабат орындарыңызға жайғасып алыңыздар. Бүгінгі ақ дастархан тек қана сіздерге жайылған. Бата бермейінше асқа тиіспейтін халықпыз. Сондықтан да бүгінгі қуаныш тойымыздың ең алғашқы әуелгі батасын Ербол ағамыздан алсақ деген ниет бар. Өзімізден ақ бата сұрайық. Әумин. Ағылайым оңдасын, еш жамандық болмасын, жаратқан ең жар болып, әулер қылдық болғасын. Аса берсін дәуір, аса берсін дәулетің, аса берсін әулетің. Осы асымызға азатып, асымызға амандық болып, осы тойым болған болсын. Мен жайылсын өдіні жұртқа тегісіменің ұл қызбенен өссінші өрістерің. Ербол ағамның берген батасы шалынсын, құлағына періштенің көгі батаңыз алып olsun. Алардың тағайындар міне астан дәмнен алып отырыңыздар. Осындай уақыт жоқ заманда міне уақыт тауып дағдарыс астырған заманда, берекені қаштырған заманда үкіметіміз қарқыл, үкіметіміз жұмбақтап, азық түлік, бензиндер қымбаттап жатқан кезде осы тойды гүл қылайық, осы тойды нұр қылайық, осы Жанара ханымның тойын гүл қылайық деп алыс жақыннан келіп жатқан ағайын туыс дос-жаран баршаларыңыз бүгінгі тойға тағы да қош келдіңіздер деп қояйық. Бүгін енді алдыларыңызға бірден ыстық асты алдырайық. Осы Аяқол мейрамханасының қыз жігіттерінен құралған ерекше ыстық тағам. Үлкен ас келеді, аспен бірге бас келеді ағайын. Қарсы алайық. Бәргелі ардақты ағайындар, алдыларыңызға үлкен ас жете жатар. Енді үлкен асқа да илләхи әумин деп бата сұрап алайық, бата көпті кетпейді. Үлкен асқа бата беретін базар бен құдамыз бата беретін. Әулі Құдай бар бұл, бәрімізді нар бұл, отыратын тақ беріп кетпес дәулет. Қандай керемет нұсқа әдемі бата қабыл болсын. Ардақты ағайындар, астан дәмінен алып отырыңыздар. Сіздер үлкен ас, ет жеп отқан кезде сіздерді мазаламайық. Қазақта керемет.
аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамығалақан. Ананың жаны бос торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Періштем болып қорғайды, пештей болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анамдай жылу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамығалақан. Ананың жаны бос торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп санар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Қартайса анасын қайғы, ақ жүзін әжін қорлайды. Жүрексіз адам болса да баласыз ана болмайды, анасыз бала болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамығалақан. Ананың жаны бос торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамығалақан. Ананың жаны бос торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Бәрекелді Гауһартастың триосына бір ерекше құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді ағайындар, құрметті меймандар, міне арқардың асығындай болып, хандардың алтын қасығындай болып, ханзаданың қасылуындай болып, мұзды жарған кемедей, жауға атылған жебедей, жақсылықтың жарысындай, теңіздің тамшысындай, астықтың ауысындай болып, ауыз бірліктен ажырамай ойын күлгі қазаққа біткен ханзададай болып келіп отырған аса мәртебелі қонақтарымызды біз асабаның алаңына шақырайық. Ыңғай келсе ардақты ағайындар, баршаларыңызды топтап беретін боламыз, ешқандай ренжіс болмасын. Осы жерге келгендеріңіздің өзі бір тілектеп біліңіздер. Араларыңыздан бір ыңғай келсе 4-5 адам сөйлеп, қалғанымыз қосылып, билеймін деген жандар болса, осыған қосылсаңыздар бір қол соғып қойыңыздар ағайындар. Қосыламыз ба осыған? Бәрекелді. Енді тойдың иелері көріп тұрсыздар, Жанара ханым ерекше күшті подаркалар дайындаған сіздерге. Осы подарканы алып қалу үшін де постқа шыққан кезде де ерекше билеп шықсаңыздар, ерекше подарка алып қайтасыздар. Сондықтан да той екенін білдіріп, асабаның алаңына билеп шығыңыздар. Бүгінгі тойымыздың шымылдығын бет-пердесін ашып беретін туыстар, келіңіздер ортаға. Ерекше мәртебелі қонақтарымыз Майра тәте, Гүлшат, Ермек, Айгүл, Асия тәте, Ақылбек, Алмагүл, Бақыт, Айнагүл, Алмас, Әйгерім, Айдар, Айнаш, Әділ, Гүлзира, Талғат, Мөлдір, Бүбіхан тәте және Мырзағұл,
ағамыз келсін, Бейбігүл тәтеміз келсін, Ләззат және Серікбай, Толқын, Ербол, Жібек, Серік, Майра, Берік, Тұрсынгүл, Елдос, Меруер, жалпы туысқандар баршаларыңыз ордаға билеп келіңіздер. Бейіңіз күшті. Өзіңіздің бей ма? Мына ағай мына палар күні әулетіміздің ең туысқандар жасы үлкен адамға берсек, кім араларыңызда өзіңіз ба? Ең үлкені апамыз ба? Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар, апа, ақжаулығыңыз кірлемес, той иесінің атынан деп тіліңіз. Ал енді арқалап келген тілек ниетке кезек бірек, назарымыз ортаға бұрайық. Қазақта керемет сөз бар, тыңдалмаған сөз жетім дейді. Біріңіздің болмаса, біріңіздің тілегіңіз қабыл болар. Үлкендеріңіз бастап беріңіздер. Ал апа. Тойға келген тойшыл қауым қадамдарыңыз құтты болсын. Отбасыларыңыз аман болып, осы тойды жақсы өткізейік баршамыз. Жанаржан бүгінгі жаңа жасың құтты болсын. 18-ге жаңа толдың. Бала шағаң аман болсын. Сол балалардың немерелерінің қызығын көріп, ағайын туыстың ортасында ойнап күліп, шалқып жүре бер. Жұмысыңда жемісті бол жаным. Өмірдегі бәрі жақсылық тілеймін. Алға қойған мақсат, арман тілегің орындала берсін. Құдайдың берген жасыны жаса. Аман бол. Той құтты болсын. Мына өкшемізді басы келетіған келіңіз бүгін 2.25-ге келіпті. Той бәрімізге жұмысты болсын. 76-лар молодец. Сарқанның Абай мектебін оқыңдар ғой, иә? Мен де сол Абай мектебін оқығам. Міне осындай береке бірліктерімен 76. Мен 66. Қайсар рухты батыл қыз, құтты болсын мерей жасыңыз. Орындалып арман мақсаттарыңыз, тойлансын мерей тойыңыз. Қос қарлығаш, қос қарған, қанат жайып өсуде, сүйеу болып, тіреу болып қашанда, аналардың бесігіне бақыттың аялап жүріп бөлуде. Сол бақытты тербеліп, баянды ғұмыр кешіңіз, елудің тағы біреуін. Ал енді жанар, мерей тойы құтты болсын, аспанның ашық жердің сау болсын. Немере жүрегілердің қызығына тойма жүре бер. Әрқашанда жақсылықта, тойда жолда Жанар, туылған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Бала шағаның қызығын көріп, солардың қызығына тоймай, ойнап, күліп жүре бер. Сәлеметсіздер ме тойға жиналған тойшыл қауым? Ал енді жеңге бүгінгі қыздың жасы 18 дейді. 18 жас, 18 емес 50-де, 50-ге келіп жатқан жасың құтты болсын. Бәрі 18, қайда 18 немересі бар. Енді өмірдегі бәр жақсылықты тілеймін саған. Енді нағашымыздың көрмей кеткен қызығын
бала шағаның қызығын, немерелерді енді сен көріп, ол кісіден енді бір аунап жатқан жар көктен көріп бәрімізді қуанышын қуаныштап, балаларымның, немерелерінің шөбере сүйшөбере, шөпшектің қол алақанынан майжалауға жазсын. Осындай әп-әдемі өсіп сүйкімді болып, алдымызда жүре береді. Ал енді құрметті тойшыл қауымына біздің Жанар жеңгеміздің тойына келген тойшыл қауым келген қадамдарың құтты болсын. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай той болсын. Ал енді Жанар жеңгем, енді бүгінге келіп жатқан жасың құтты болсын. Жасыңа жас қосыла берсін, басыңа бас қосыла берсін. Мына ұрпақтарың аман есен болсын, мына немерелердің қызығын көріп, жұмыста табысты болып, енді ортамызда өстіп ойнап күліп әрқашан жүре бер. Ең басты денсаулық тілеймін саған. Енді Алланың аманаты, одан кейін ағамыздың қабын аманат, екі қызыңды ұлаясын, өздерін ұяларына қондырдың. Енді өзің үшін, өзің бақытты бол. Енді солардың Алла тағала бақыттарын көргенге жасын саған. Енді не деймін енді? Ең басты денсаулықтарды денсаулық тілеймін. Енді біз өзіміздің Сүгірбектердің әулетінен деген біраз кішкене бір сыйлығымыз бар, соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Мына кішігірім алтын алқа. Жарқырап жүре береді. Жүре берсін. Осы Сүгірбектің әулеті ұл-қыздары келіндерінің атынан. Шапырым. Ең басты денсаулық. Конверт. Еще конверт бар. Ал. Бір ауыз сөйлем айтып берейінші, мен өзім. Өзің едің тірегімде, бүгін толдың сен елуге. Бізді сендей түсінетін кім бар екен бұл өмірде. Жарқын құшақ жайған жеңгем, ниетімнен айналдым мен. Бүгін сенің туған күніңде, өлең айтпай қалай кетем. Жылы енді қазір музыкальный өлең айтпен. Жаңа айтып жатырмын ғой, бәрілеріңіз де білесіздер, Жанарды қайсар қыз, мықты қыз деп. Адамда өмірінде бір ауыртпалық кезеңдер болады, соның бәрінен өттің, жеңіп, Алла қаласа. Екі қыз қалдағыңды қос қарлығашыңды құтты орнына қондырдың. Екі қызың да сенің енді қандай жақсылық жасап жатыр, бірге сенімен бірге қуанды, бәрі де көріп отыр, жылына 2 рет демалысқа алып барады. Міне енді баланың бақытын көру деген осы. Азаматтар жасай алмайтын жақсылықты екі қызың жасап жатыр. Молодец. Екі Гүлнар, Динара, сендерге 1000 алғыс. Сендер аналарыңды қалай аяласаңдар, өсіп келе жатқан ұрпақтарың сендерді солай аяласын. Қасындағы жан-жарларына да, ұлдарым, сендерге де рахмет жаным. Солардың қасында сүйеу болып жүргендеріңе, осы біздің қыздарымызды бақыт етіп жүргендеріңе де рахмет. Өсіп өніңдер, ұрпақтарың көп болсын. Солардың арасында асыл әже болып жүре бер. Бәрекеттіліктеріңіз қабыл болсын. Адам мың жасамайды, адам ұрпағымен мың жасайды. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Естелікке бір фотоға түсіп алайық, келіңіздер. Қыздарға соғып қошеметтеп қойыңыздар. Мархабат. Бастарыңыздан бақ кетпесін, асыларыңыздан тақ кетпесін. Тойға алып келген подаркаларыңыз болса, оңғылып қалталарыңыздан қап кетпесін. Той иелеріне беріп қойыңыздар. Орташыларға жайға сыйларыңыздар. Сіздердің аттарыңыздан ортаға билейім десеңіздер, Алмагүл ханым әнші қайда. Той тілекті әнмен жалғаймыз. Ал енді ортаға шығып бас билесеңіздер болады. Бақытты бол өзің үшін.
бақыт болы жарқын күнің көп алған, барғанға шуақ нұрын таратқан, бәрімізді тәңір ойлап жаратқан. Әрбір сәтің қайта келмес бір дәурен, әлгі пенде өтіп жатыр сабақтан. Бақытты бол өзің үшін, бақытты бол сезім үшін, бақытты бол кезең үшін шаттанған. Жабырқамай жан мұңына тәубеде біл тағдырына, бақытыңды ізде осы шақтардан. Өмір деген тең секілді шырақпен, әр пендеде болар бірақ бір әттең. Біз кездестік қалаумен тәңірдің, біз құбылдық кездескенде сынақпен, жүрген кезде бітпес мақсат мұратпен, жақыныңсыз жаның таппас шырақпен. Қуантайық бірімізді біріміз, Құдай бізді сүйіншілер жұмақпен. Бақытты бол өзің үшін, бақытты бол сезім үшін, бақытты бол кезең үшін шаттанған. Жабырқамай жан мұңына тәубеде бір тағдырына, бақытыңды ізде осы шақтардан. Жауабы бар әрбір айтқан сөзіңнің, сауабы бар қайыр қылған кезіңнің. Ұрпағыңа беріледі бар бақыт, жақсылығың өзіңнің. Сыналамыз күлкі және құлақпен, сұраламыз бауыр деген бір атпен. Арамызды қосып тұрған бір сәт, жанымызды ұстап тұрған бір атпен. Бақытты бол өзің үшін, бақытты бол сезім үшін, бақытты бол кезең үшін шаттанған. Жабырқамай жан мұңына тәубеде бір тағдырына, бақытыңды ізде осы шақтардан. Керемет әнімен, сәнімен көзге түсіп жатқан әпкемізге той иелерінің атынан тағы да бір керемет подаркы бар. Осы подаркыны енді сіздердің көздеріңізше бір кісіге табыстайық. Бүгінгі тойымызға Жанара ханымның 50 жастық мерейтойы ғой. Ерте барайын құрсын деп. Бүгін ерте келген мейманға бірден бере салайықшы. Кім бүгінгі тойға ең бірінші келді? Қайсысы? Келіңіз ортаға. Билеп шығыңыз ортаға. Сізге бейіліп тұр. Бірінші келген күйше шаршамаған әлі. Есіміңіз? Гүлнар. Той есіне кім болып келесіз тәде? Құдағи. Құдағиға бір қол соғыңыздар ағайын. Сағат нешеде келдіңіз? 4:15. Сіз шығып келетқанды? Ой, қойыңызшы. Что-то алдап тұрған сияқтысыз. 4:15-тен ертеге болған жандар жоқ шығар енді. Ровно сағатына қараған қойшы 4:15 болды деп. Бір қол соғыңыздар, осы құдағиға берейік. Құдағидың жолы жөніне бөлек. Дұрыс қой. Бір қол соғып қойыңыздар. Келесі тағы да бір керемет, бір ерекше подаркы бар. Осы подаркыны
ең жақыннан келген мейманға бере салайық. Жақыннан осы аяқ-қолдың жанында тұратын жаяу келе салған адамдар бар ма? Сіз ба? Келіңіз. Рахмет. Тамақ жеп алмадыңыз ба кішкене? Содан кейін шықсаңыз. Подарканы естетпейді деймін да. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Ең жақын тұратын мейманымыз қай жерде тұрасың? Мына жерде жаяу келе салдыңыз, иә? Бір қол соғыңыздар. Қай жерде келесіздер де? Ал ынтымақтан қай жер ынтымақтан? Қай жер? Бір-ақ остановка дейді. Сіздікі? Екі остановка ма? Бір остановка дейді. Ойба, мына кісі бәрі танитын сияқты что-то. Осы кісі бәрі танитын что-то. Тәтеге жол беріп, сіз ынтымақтан келген, бірақ остановкада мына жерде тұрғаның үшін сізге бір подарка беріп жатырмыз. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Қарындасқа берейік па? Шатақ шығара ма кейін? Ала бай, Ардақты ағайындар, енді бұлай істейік. Мына аналар қауымы деп жатырмыз. Бүгін міне аналардың мерекесі, міне Жанар анамызда міне 50-ге толып жатыр. Сондықтан да осында отырған барша аналар, енді көп балалы аналарды мен ортаға шақырып, тегін подарка берейікші. Бүгінгі тойда тегін подарка. 4 баладан жоғары құрсақ көтерген аналар болса, пожалуйста, ортаға шығыңыздар. Ұялмай шығыңыздар. Қазақтың санын көбейтіп жүрген аналар, келіңіздер. 4-ден жоғары бүгінгі тойда бар ма? Келіңіздер ортаға. Келіңіздер, тағы да бүгінгі тойымызда мейман бар ма? Қазақтың санын көбейтіп жүрген аналарға бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар, бір лайық деп ойлаймыз. Рахмет. Алланың берген қанша бала-шағасы? Аллаға шүкір 6. Қол соғасыздар ма? Жақсы. Алланың берген қанша бала-шағасы? 5. Қол соғасыздар ма? Ерекше. Сізде? Алла берген 6. 6. Ерекше. Сіздерде? 5. Сізде 7 болады бұйырса. Сізде? 5 немеремен 6. Ойба, немерені қоспайды ғой. 6, 5. Ардақты ағайындар, қазақты жамандама қазақ бола, халықпыз қазақ деген азат қана. Мәңгілік аясында жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана дейді. Қазақтар көбейсін дегендер бір қол соғып қойыңыздар ағайындар. Қазақтың санын бір подарка аналарымызға. Осылай жарқырап жүру беріңіздер. Аман болыңыздар. Қазағымыздың санын көбейтіп жүрген аналар. Тәтеме беріңіз. Алтау тапқан, 5 тапқан аналар. Міне көрдіңіздер ме? Тегін. Міне бұның да бір пайдасы сіздерге. Бір қол соғып қошеметтеп, орындарыңызға жайғасып отырсыздар ма қалар? Қазір енді көрдіңіздер ғой, тегін подаркалар кетіп жатыр, алып қалуға тырысыңыздар. Енді мен ортаға енесімен тұратындар азайып жатқан заманда, қазір енесімен тұратындар бар ма бүгінгі тойда? Мен енеммен тұрамын дегендерге бір подарка беріп жіберейік. Енесімен тұратындар. Келіңіздерші ортаға. Енесімен тұратындар. Келіңіздер. Жастарға да үлгі болсын, енесімен тұратындар. Келіңіздер. Сәл білек қадам артқа тұрайық. Рахмет. Байқап отырсыздар ма, енесімен тұратындардың настроениялары жоқ что-то. Давайте билейік бір, ерекше билейік, давай. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Енесімен тұратындар, танцуем! Бір қатарға тұрып алайық, міне енесімен тұратындарға да бір қол соқсаңыздар болады ма? Ерекше қол соғып қойыңыздар. Енеңізбен тұрасыз қанша жыл болды? 15 жыл. Не, жылданып айтып отырсыз что-то? 15 жыл болды. Қол соғыңыздар, 15 жыл болған екен. Сізде қанша жыл? 15 жыл. Сізде адал және жасап тұрсыз қой что-то? 15 жыл болды. Сізде? 9 жыл. 9 жыл. Көрініп тұр.
Әлі бояуларың кетпеген. Сізде қанша жыл? 30 жыл. Керемет қой. Сізде? 36 жыл. 36 жыл қалсын, қалғандарыңыз еңбек етіңіздер, пожалуйста. Пока. 36 жыл. Көрініп тұр ғой уже. Ойбай, не деген шострайсыз, мен осай деп тұрсыз ба не? Келіңіз. 36 жыл бойы енесіне қарап келе жатқан тәтемізге бір қол соғыңыздаршы, ағайындар. Ерекше подарок берейік. Енеңіз қайда, үйде ме? Үйде. Қол соғып, енеңізге сәлем айтыңыз. Мына подарканы сіздің арқаңызда алдым деп қойсаңыз, мәсіп қылады. Бір қол соғып, қошеметтеп қойыңыздар. Орныңызға, мархабат. Керемет. Тегін подаркілер тағы да бір жалғастырайық. Енді енесімен тұрмайтындар бар ма? Келіңіздерші. Енесімен тұрмайтын, маған күшті лапа жизнь, өзіммен өзім рахат дегендер болса шығыңдар. Енесімен тұрмайтындар бірден білінеді өздері. Рахмет. Көріп тұрсыздар ма? Настроениялар күшті. Шыққанда да жадырап күліп шығады. Тәтемді қарасашы. Ойбай. Қол соғыңыздар, келіңіздер. Билеп алыңыздар, давайте. Молодцы. Енелеріңізбен тұрмайсыздар, рахат өздеріңіз білесіздер. Енді араларыңызда бір адамға подарка береміз. Кімге бұйырып тұра бер, анықтайық. Таңертең нешеде тұрасыз? Подъем нешеде? Қоймыш. Точно 6-да тұрасыз ба? Жақсы, 6-да тұрады. Сіз? 11-10-да тұрады. Дұрыс қой, өзі біледі, енеш жоқ, ұйықтайды, рахат арасында 11-12-де тұрады арасында. Сіз қаншада? 6-да. 6. Рас па? Жақсы, сіз? 6-жарымда. 6 дегендер отырыңдар, 11-де тұратын қалсын бізге дауыс башыңыз. Дұрыс қой, енеңізбен тұрмайсыз, өзіңіз білесіз, 11-де тұрасыз ба? Өзіңіз, еркіңіз өзіңізде бір қол соғыңыздар. Ерекше, шынайы жауапқа, шынайы подарок. Аналар, байқасаңыздар, подаркының бәрін әйел адамдар алып жатыр да, еркектер осы подарок алмай қаламыз. Көп тойда біз подарксыз қаламыз. Еркектерге де бір подарка берейік. Әйелінен зәбір көріп жүрген еркектер бар ма? Қиналып жүрмін деген еркектер болса, пожалуйста. Әйелін көргенде дірілдеп қалатын еркектер бар ма? Соған бір подарка берейік. Өздері белгілі болады аға, өздері. Арықта өзі, очки тағып сөйтіп жүреді өздері. Кімдер бар? Бір ерекше подарка берейік. Вы что ли? Кім бар? Оқысап тұрсыз аға, шашыңыз ағарып. Қол соғып қошеметтеңіздер ағамызға. Ерекше подарка. Беремейміз баға. Қол соқпаймыз ба? Еркектер қайда? Рахмет аға, мына тұрыңызбен сіз зәбір көріп емес көрсетіп жүрген сияқтысыз ғой что-то. Қол соғыңыздаршы ағамызға ерекше. Тәтем осында ма? Тәтешка, здесь? Пока здесь. Біраздан кейін кете ма не что-то? Қайда? Тәтешка осында тұр ма? Орныңыздан тұрып қоясыз ба, Тәтешка? Қол соғып қошеметтеңіздер ме? Әйеліңіз жас қой аға. Қол соғып ерекше ағамызға ерекше бір қол соғып қойыңыздар аға. Молодцы, керемет. Ардақты ағайындар, міне осындай подаркілерді сіздерге бірден үлестіріп отырамыз. Сондықтан да осындай подаркыны алып жатқан жандарға бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Көре алмай емес, бір көре алып қол соғыңыздар шағай. Рахмет, енді тілектің кезегінде болмайық.
Құрметті хандар мен мырзалар, ордаға менен ерекше меймандар, құдаларды, құдағилардың баршасын ортаға шақырып алайын. Келіңіздер. Талғат құда, Назгүл құдағи, Алихан құда, Қарлығаш құдағи, Бағдат құда, Жанар құдағи, Руслан құда, Жанар құдағи, Айдос құда, Назгүл құдағи, Серік құда, Ажар құдағи. Келіңіздер барша құдағилар билеп келейін. Сіздерді арнайы ерекше шақырып алдық. Тағы да кешірім сұрайық. Тағы да келген аса мәртебелі қонақтарымыз жазылған списокте бар екен. Келіңіздер ортаға Айдынхан құда, Қарлығаш құдағи, Райгүл құдағи, Айгүл құдағи, Базар құдамыз келсін, Гүлжанат құдағи, Гүлнар құдағи, Әуелхан құда, Салтанат құдағи, Дархан құда, Айдар құда, Динара құдағи, Жұлдыз және Ғабит құдамыз келсін, Назгүл құдағи, Жеңісбек және Жадыра. Келіңіздер ортаға. Баршаларыңыз ортаға шақырамыз. Gelіңіздер ортаға, баршаларыңызға. Құдалардың, құдағиларыңыз. Міне ерекше меймандарымыз, бүгінгі тойымыздың бір бұрышын көтеріп отырған жандарға бір қол соғыңыздар. Ерекше құдағилар, қош келдіңіздер баршаларыңыз. Ал арқалап келген тілек ниетке араларыңыздан 2-4 адам сөйлесе, қалғанымыз қосылсақ нұр үстіне нұр болатын еді. Үлкендеріңіз келіңіз көке. Ассалаумағалейкум. Көпшілік. Жаңа құдағи, осы мерейтойымыз құтты болсын. Аман болыңыз, бала-шағам қызығын көріп, немерелер бар, немерелердің қызығын көріп, арамызда аман болып, күліп ойнап көрмесіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Ал енді құдағи, Жанар құдағи, бүгінгі міне 50 жас мерейтойыңыз және де туылған күніңіз құтты болсын. Сізге мына өмірде бәр жақсылықты тілеймін. Міне бүгін ағайын туыстың басы қосып, құда жекжаттың басы қосып, үлкен той жасап жатсыз, тойыңыз тойға ұласып, әрқашанда шаңырағыңызда той кетпесін, той көп болсын үйлеріңізде. Мынау көрген бала-шағаларыңыздың арасында, мынау біздің құда-құдағидың арасында чапқылап, ойнап күліп жүре беріңіздер. Міне қандай тамаша, мынандай үлкен мейрамханада той өтіп жатыр. Жаңа 76-лар деп өздеріңіздің класстастарыңыз, міне туған туыстарыңыз келіп, қандай міне жақсы тамаша той өтуде. Енді мынау отырған барлық көпшілік қауым, сіздердің үйлеріңізде де, сіздердің шаңырақтарыңызда тек қана осындай жақсылық той болсын. Мына біздің Жанар құдағиымызбен тек қана тойда ғана басымыз қауышып, аман есен жүре берейік. Тойымыз тойға ұласын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Ал алаш тойлары құтты болсын. Суан атаның балары, тойлары құтты болсын жандарым.
Ал енді бүгін бір керемет ару ананың, жақсы достың, керемет бір туысқаншыл, бауырмашыл адамның құрметті тойында болып отырмыз, құрметті ағайын. Ал енді Жандаржан Құдағи жеке жерде өзім маған келін, жеке жерде көпшіліктің алдында Құдағимыз, тойыңыз құтты болсын, туылған күніңіз. Алла тағала сізді бүгінгі жарық дүниемен қауыштырған күніңіз құтты болып, Алладан не сұрасаңыз сол орындалсын айналайын. Мынау көрген көктеріңіздің қызын көруге Алла тағала нәсіп етсін. Бұдан кейінгі тойыңыз 60, 90, 100 болсын. Бақытты болыңыз. Құрметті қонақтар, Құдағи, Құдағи тойыңыз құтты болсын, келген жасыңыз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Тойыңыз құтты болсын, Құдағи, еліңіз сау болсын, жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз, тойда басымыз қосып отырайын, аман есен болыңыз, мына құдалар аман есен. Осында 76-лар тойларыңыз құтты болсын бірінші. Тойларыңыз той қыласын. Ал енді Жанар Құдағи, жаңа жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, көзге көрінген бала шағаларыңыздың қызығын көріп, әрқашан осылай жайнап, ағайын туғанның құда жер-жаттың ортасында құлпырып жүре беріңіз. Ең бастысы Алланың берген жасын жасап, енді шаңырағыңызда тек қана тойға ғана шапқылап үстіп, бұдан да ерте келуге тырысуға біз жүгіре берейік. 4-15 емес, енді 15-те келуді Алла нәсіп етсін. Немерелеріңіздің тойына шапқылайық. Мына келіп отырған ағайын туғандар, мына кластастар, бәрілеріңізге қарап қызығып отырмыз. Біздің Жанар Құдағидің қандай тойын дүрілдетіп, 76-лар, рахмет сіздерге. Біздің Жанар Құдағиымыздың тойын осылай жақсы өткізіп, атсалысып атсында. Тойларыңыз құтты болсын, 76-лар. Бақытты болыңыз, Құдағи, енді өмірдегі бар жақсылық сізге тілейміз. Ал Құдағи, бүгінгі келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын. Сізге денсаулық, мол бақыт тілеймін. Жасыңыз ұзақ болсын. 100-ге келіңіз. Бәрі келді, міне той бастарымен бірге келген екен, бір алағанын қошемет ұрып қойыңыздар. Осы тілекке қосыласыздар ма, бәршаңыз? Сөйлейтіндер бар ма? Тәтем сөйледі ғой. Сөйледі қазір, аха. Келіңіздер, Құдағилар. Қосыласыздар ма? Жанар, енді туған күні құтты болсын. Ең бастыда дені сау болсын, көзге көрінген балалар аман болсын. Енді немере сүйіп отырмыз. Мен всегда я тебе говорила, детский садтың бастығы бол деп. Сол енді арманымыз орындалсын, немерелеріміз көбейе берсін, шөбереге жетейік. Барлықтарымызға сондай осындай кең дастарханда, мол дастарханда тек қана жақсылықпен кездесіп, аман сауымыз дұрыс болып бар болайық. Бір кішігірім сыйымыз бар, еді бере салайық. Мархабат, сый-сияпаттарыңызды берсеңіздер болады. Ерекше құрметпен, қошеметпен міне әдемі камзол, мощный, размері де почный болды. Орамал топ болмай, жол болды. Жанар ханымға орамал жауып жатсыздар ғой. Осы бір 20 жылдан кейін басына жабыңыздар. Пока күшті әдемі прическаны бұзасыздар просто. Тағы да келесі сөйлейтіндер болса, мархабат. Ағам сөйлей ме?
Құдағи сөйледі ғой. Келіңіз. Ал құрметті тойшыл қауым, ал құрметті туыстар, құда-құдағилар, ал құдағи бүгін 25-те 25-50 жасыңыз құтты болсын. 50 жас деген енді ақыл мен парасаттың кемесі дейді ғой. Осындай парасаттылығыңызбен, ақылдылығыңызбен ортамызда жүре беріңіз, деніңіз сау болсын. Көзге көрінген, көздің ағы мен қарашығындай екі қыздарыңыздың қызығын көріп, немереден шөбере сүйіп, ортамызда ойнап күліп, сіз біздесіп, сыйласып жүре берейік. Ең бастысы деніңіз сау болсын. Сіздей қайсар құдағиым болғанына мен өте ризамын. Енді менің де бір сый-сияпатым бар еді, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Рұқсат, мархабат. Құда-құдағиларымыз міне бірінен бірі өткен ерекше подаркалар. Қабыл алыңыз, Жанара ханым сізге. Бір қошемет ұрып қойыңыздар ағайын. Бәріңізге ассалам алейкум дейміз. Қазына деп тойларын бағалайтын еліміз. Ағайын дос жан-жақтан қуанышқа келді. Той деп қана әлемді аралайтын еліміз. Дастарханын жайған тоймен сауық сарайын. Екі күйеу балаға да бір қол соғып қойыңыздаршы. Бір қолмен бала тербетіп жүр, екі қолмен айтыр, бәрін істеп жатыр айтыр. Сұлжу қайын жұрты деп жатыр, екі күйеу балаға бір қол соғып қойыңыздар. Молодцы. Ерекше подаркалар жазға, қысқа, күзге барлығына дайынсыз Жанара ханым. Міне ерекше подаркаларға бір ерекше қол соғып қойыңыздар. Тағы да міне құдағиыңыздың атынан деп біліңіз. Рахмет. Қалғанымыз қосыласыздар ғой, иә, қосыламыз. Бәрекелді. Қосыласыздар ғой. Бастарыңызда бақыт болсын, жанарларыңыз жайнаған жақыт болсын. Өстіп тұрғандарыңыз үшін ғана мына жақтардан аямай шапалақ соғатын уақыт келсін ағайын. Бір қол соғып қойыңыздар. Естелікке фотоға түсейік. Құда-құдағиларыңызбен бірге бір тарихи фото жасайық. Ал баршамыз сыйып тұрайық, көрініп тұрайық, бүгінгі тойда бір естелік қалып қалсын. Меймандар, енді қазақтың тойын есін той, намыстып салған әні болмаса, қазақтың тойын есін той, мың бұралған би болмаса дейді. Олай болса, мың бұралған нағыз талантты бишілерді ортаға шақырайын. Құрмет көрсетіп, қошемет ұрып қойыңыздар. Гауһартас би ансамблі сіздер үшін қазақ биін билейді ағайын. Қарсы алыңыздар.
ансамбліне құрмет, қошеметтеріңіз. Ерекше бас шіркіне апармай қазақтың қыздары. Бәрекелді, ардақты ағайындар, думанды кешіміз арғырдай жалғайық, тағы да ерекше подаркілерді үлестірейік, алып қалуға тырысыңыздар. Енді қазір біздер жақтан әдемі музыка болады, сол музыканың ырғағымен балу керек барлығы. Музыкада шабалақ десеңіздер, бәріңіз бірдей шабалақ ұрасыздар. Қай стол активный, көңілді отыр екенін бір байқаулайық. Стол-столмен жарысамыз. Шабалақ десе шабалақ ұрасыздар, бадимайын бақал десе бақалдарыңызды бірдей көтеріп, синхронластырып пайдалану керек. Қай стол ерекше отыр екен, анықтайық. Жібер, бірінші музыка. Қай стол? Аха. Мына стол несімен ұтып кетті. Көріңіздер ме, сіздер отырып ұрсаңыздар, бұлар тұрып отыр ғой шабалақты. Жетіп алдылар ма? Молодец. Ұйымдастырып отырған осы жігіт қой деймін. Осы жігітке бір подарок беріп қояды. Осы екеуі ма? Бәрін білдіріп отырған. Ал кеттік, келесі подаркын алып қалуға отырсыңыздар. Қолымыздарда демаши ручки! Стоп. Жетпалдар тұрған өтпейден үш болды. Мен ерекше құдалар қой, құда қидар ма? Бір қол соғыңыздар, жаңағындай бір мастер-класс көрсетейік. Қалай қолымыз қайда? Қолымыз, міне мастер-класс. Құдаларға, бір подарка. Ерекше подарка берейік, міне үлгі бола білген, міне синхронны әдемі қолдарын бұлға отырға. Құда қидарға. Көйлегі ағама беріп қояйын. Аға, сізге берейін. Ұятыңыз болса, тәтеме беретін шығарсы өзіңіз зақым. Ал, кеттік, келесі. Обнимаемся! Стоп. Мына столдар алғашыма, маған мынау отырған осы стол. Рахат қой, тамақ жейді, үстіне бір-бірін сүртіп, қолдарын сүртіп әшейін әдемі пайдаланып отыр. Ерекше подарканы. Давайте мастер-класс көрсетейік, жаңа музыканы ой, міне осылай болу керек еді ғой. Синхронно қараңыздаршы. Сіздер кім болып білесіздер той иесіне? Достарыма, тәте сізге беріп қояйын. Ерекше подарка, ерекше ұйымдастырып отырған сіз сияқтысыз жота. Кеттік ал, келесі әуе. Я поднимаю свой бокал. Синхронно. Чтоб выпить за твое здоровье. Но не вино, хочу быть пьян. Стоп. Түсірмейік. Көтеріп тұрақ. Кім не ішіп атқанын көріп олайын? Бәрінде соқ, бірақ ерекше мені синхронно көтерген. Мына қызғана көтермей қалып, давайте сіз көтерсеңіз, бақалыңызды алып кетіп көтеріп қойсаңыз, күшті болайын деп тұр. Давай бәріміз. Отырайық, бәріміз бірге көтерілейікші жаңағындай. Кеттік ал, жібер музыканы. Бірге. Міне осы ғой. Чтоб выпить за твое здоровье. Мынау сізге, Катюшка, ерекше подарок прическаңыз үшін. Ал енді, ардақты ағайындар, былай жасайық. Сіздер енді бүгінгі тойдың басында айттыңыздар, біз сынап емес сыйлап келдік дедіңіздер. Сыйлап келгендеріңізді білдіріп, орындарыңыздан тұрып қойыңыздар. Мен ортаға той иесін 50 жастың арқасына шығып отырған Жанара ханымды ортаға шақырайын. Ал, қол соғайық! Сенің хабарың жоқ қой, салам, әйне салам. Елесің шақырсаң, құстай шықпағым. Сенің
осы әннің ырғағымен қолыңызды бүйтіп бұлғап ар жақтан бүйтіп қайтасыз. Сізді шынымен сыйлап келсе, кәдімгі көресіз ғой, түрлеріне қараңыз, каждыйның түріне қараңыз. Сізді шынымен сыйлап келгендер болса, кәдімгі күліп шапалақ ұрады, айғайлап, ысқырып, қолыңызға салып еткіп, бәрін үшін импровизация білгендеріңіз істейсіздер. Қолыңызды бұлғап, бір айналып шығыңызшы. Жанар ханымның 50 жастық мерейтойы құтты болсын! Ерекше. Кәде, кім болып келеді сізге, ағам? Досыңыз. Досыңыз ба? Осы подарок беріп қойықшы, бір подарок. Досыңыз тыныш отырсыншы. Бүкіл туысқандарыңызды біледі екен еще. Қол соғып, қошемдеп қойыңыздар. Сосын тағы бір подарок алып келе қойшы. Мынау. Ана, орамалыңды алып келе қояң. Мынаны биткенін көрсеңіздер бит. Өзі, кішкентай ғой бүйтіп істегенде күшті істейді екенсіз. Осы қолдауыңыз үшін бір подарка. Ойбай, салмағын өлшейтін бергеніңіз айтылсын. Өзі кішкентай, не өлшейсіз сіздер? Қол соғып қойыңыздар, енді олай істейік. Жанар ханым, бүгінгі тойды ары қарай подаркамен қыздырайық, шынайы келгендерін көрдік. Енді екі жаққа бөлініп отыр, әдемі. Қонақтарыңыз позитивный екен, мен риза болып отырмын. Енді сіздерден бастаймыз, ортаға шығып, сіздердің топ қана билейді, бәріңіз ортаға шығып билейсіздер. Қайсы ерекше билеп жатқан жандарға ерекше бірден подарка береміз. Ал біздің топ бірінші қарайық, қаншадан билейді көрейік, қайсы ерекше билеп жатыр, бір бақылап, сынап отырайық. Ал сіздер ортаға шығып, ерекше билеңіздер.